Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен үйрек етінен дайындалатын кеспе сорпа дайындайтын боламыз. Видеоны қарамас бұрын маған тіркеліп, лайк басып, колокольчикті басуды ұмытпаймыз. Осылай қазанымызға суымызды құйып, үйрек етін салып қайнататын боламыз. Қайнаған соң бетінде көбігін аламыз. Негізі үйрек етінен сорпа өте дәмді шығады. Біз әдетте картошкамен қуырып жатамыз ғой. Негізі осылай сорпа дайындасақ та өзінің майы шығып күшті болады. Қайнап жатқан сорпамыздың үстіне көкөністерімізді салатын боламыз. Пиязымызды, сәбізімізді, картошка, помидор, және болгарскийімізді саламыз. Осылай араластырып, үстіне тұз себеміз. Енді чесногымызды саламыз. Сорпамыз қайнап жатқан кезде қамырын дайындап аламыз. Ыдысымызға көз мөлшермен азғантай су құямыз, бір жұмыртқа және тұз салып араластырып, қатты қамыр илейміз. Осылай қамырымыз қатты болу керек. Бір 10-15 минутқа тындырып қоямыз. Міне ие қанған қамырымызды алып, осылай жаямыз, жұқа етіп. Қамырымызды орап кесетін боламыз. Міне біздің кеспелеріміз әдемі болып шығады, езілмейді сорпаға салғанда, қалыңда болмайды, күшті болып шығады. Міне етті алып тастадым, үйрек етін. Енді кеспемізді салатын боламыз. Осылай кеспелерімізді саламыз. Кеспеміз қайнап жатқанда үстіне жаңағы үйрек етімізді осылай кесіп дайындап, сорпаны үстіне саламыз. Осылай бір араластырып, ыдысымызға құямыз. Қараңыздар, қамыры езілмеген, күшті болып шығады осындай. Міне біздің кеспе сорпамыз дайын, қамыры езілмеген, керемет шығады. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздер де жасап көрдіңіздер. Маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Сіздермен болған Салтанат. Келесі кездескенше.